Сәлем достар, мен сіздердің математика пәнінің мұғалімімін. Бүгін біз сандар тізбегін қарастырамыз. Сандар тізбегін қарастырмас үшін бірінші 3 санынан басталатын тақ сандар тізбегін жазып көрейікші. 3 санынан басталса, келесі тақ санымыз 5, келесі 7, 9, 11, 13, тағы сол сияқты тақ сандардың мүшесі 2n плюс 1-ге тең. Бұл бізде тақ сандар тізбегі. Ал тақ сандар тізбегі барлығы белгілі ретпен орналасады. Бірінші орында тұрған санымыз А бірінші мүшесі деп қарастырсақ, ол бізге 3-ке тең. Яғни 3, 5, 7, 9, 11, 13 деген тағы сол сияқты сандарымыз барлығы тізбектің мүшесі деп аталады. Ал оның бірінші мүшесі 3-ке тең. Осы тізбектің екінші мүшесін қарастырамыз, ол бізде 5-ке тең. Осы тізбектің үшінші мүшесі 7-ге тең. Дәл сол сияқты осы тізбектің n-ші мүшесін қарастырайықшы. А n-ші мүшесіміз 2n қосылған 1-ге тең. Яғни тізбекте n дегеніміз шексіз болғандықтан тізбектердің саны шексіз болады. Бірінші мүшеміз 3-ке тең, екінші мүшеміз 5-ке тең, үшінші мүшеміз 7-ге тең. Тағы сол сияқты n-ші мүшеміз 2n қосылған 1-ге тең. Тізбектердің барлығын А әрпімен ғана емес, латынның кез келген әріптерімен, кіші әріпімен белгілеуге болады. Б, С, Д деген сияқты. Ал енді осы тізбектердің дұрыстығына көз жеткізейікші. Тізбектер біз айтқандай белгілі бір заңдылықпен орындалады. Олай болса, осы тізбектің жалпы формуласы АН тең 2N қосылған 1 дедік. Осы тізбектің дұрыстығына көз жеткізу үшін n-нің орнына 1-ді қойып шығайық. Егер n-іміз 1-ге тең болса, онда мына соңғы тізбектің мүшесінің формуласын қолданып, n-нің орнына 1-ді қояйық. 1-ді қойсақ, 2-ні 1-ге көбейтіп, 1-ді қоссақ, нәтижесі 3-ке тең. Яғни, берілген тізбектің бірінші мүшесі 3 екеніне көз жеткіздік. Енді n-нің орнына 2-ні қойып көрейікші. n тең 2 болса, берілген жалпы формуласына n-нің орнына 2-ні қоямыз. 2-ні көбейтеміз 2-ге, қосамыз 1-ді. 2 жердегі 2 4, оған 1-ді қойсақ 5. Бұл біздің тізбектің екінші мүшесі. Дәл сол сияқты тізбектің үшінші мүшесін тауып көрейікші. Үшінші мүшесі n-нің орнына n қай жерде тұр, соның бәріне 3-ті қоямыз деген сөз. 2 мен 3-ті көбейтіп 1-ді қосамыз. 2 жердегі 3-ім 6, оған 1-ді қойса 7. 7 саны берілген тізбектің үшінші мүшесі. Дәл осылай кез келген мүшені табуға болады. Бұл белгілі заңдылығымыз берілген тізбекке, яғни белгілі бір сан қосылуы мүмкін, азайтылуы мүмкін, немесе көбейтілуі мүмкін. Кез келген амалдар орындалуы мүмкін. Енді біз сіздермен тағы да қандай тізбектер болуы мүмкін қарастырайықшы. Бұл бізде бірінші жағдай болсын. Енді келесі екінші жағдай тізбектер тек 3, 1, 3, 1, тағы сол сияқты 3 пен 1-ден ғана тұратын тізбектерден құрылуы мүмкін. Немесе тек бір ғана саннан 6, 6, 6, 6 деген тізбектерден де құрастырылуы мүмкін. Бұл жағдайда соңғы екі тізбекті тек тұрақты тізбектер деп атайды. Енді бізге керісінше тізбектің жалпы формуласы берілсін. Мысалға қарастырамыз 4-шіге. Мысалы бізге тізбектің n-ші мүшесі берілсін. Ол бізде n квадрат қосылған 2-ке тең болсын. Тізбекте мысалы бірінші мүшесін біз айтқандай A1, A2, A3, A4 тағы сол сияқты белгілейміз. Бізге осы тізбектің табу керек 4-ші және 5-ші мүшесі ғана қажет болсын. Ол үшін оның бірінші мүшесінен бастап табудың қажеті жоқ. Берілген формулаға 1-ден 4 санын қоюға болады. Сонда n тең 4 болса, онда А 4-ші мүшеміз, n-нің орнына 4-ті қоямыз, 4-тің квадратына қосамыз 2-ні. 4-ке көбейтсек 16, 16-ға 2-ні қоссақ 18-ге тең. Берілген тізбектің 4-ші мүшесі 18-ге тең. Дәл сол сияқты белгісіз 5-ші мүшесін қарастырайық.
Ал 5-ші мүшесіне берілген формулаға n-нің орнына 5 санын қоямыз. Сонда берілген тізбекте 5-тің квадраты қосылған 2. 5 жердегі 5 деген сөз квадрат деген ұғым. 5-тің квадраты 25, оған 2-ні қоссақ 27. Сонда бұл есептің жауабы тек ізделінді мүше 4-ші және 5-ші мүшені сұрағандықтан 4-ші мүшесі 18-ге тең, 5-ші мүшесі 27-ге тең. Ал керісінше бізге енді тағы да бір есеп қарастырайық. 5-ші есеп болсын. Бізге формула берілсін, S тең, Sn берілсін, формуласы n кубқа тең болсын. Осыдан құралған тізбектердің құралған барлық мүшелерінің санын қалай табамыз? Ол үшін n-нің орнына бірді қойып шығамыз. Сонда S1 тең 1-дің кубы 1-ге тең. Дәл солай S2-ші мүшесін тапсақ 2-нің кубы 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейткенге тең. 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсек, 2 жердегі 2-міз 4, 4-ті 2-ге көбейтсек 8. 2-ші мүшеміз 8. Ал 3-ші мүшесін тапсақ, S3 дегеніміз 3-тің кубы. 3-тің кубы дегеніміз 3 санын өз-өзіне 3 рет көбейту деген сөз. 3 жердегі 3-ім 9, 9-ді тағы 3-ке көбейтсек 27. 3-ші мүшеміз 27-ге тең. Ал 4-ші мүшесін тауып көрейікші. S4 болса тең, ол 4-тің кубы деген сөз. 4-тің кубы 4 санын өз-өзіне 3 рет көбейткенге тең. 4 жердегі 4-ім 16, 16-ны тағы 4-ке көбейтсек 64-ке тең. Сонымен алғашқы 4 мүшесінен таптық. Енді тізбектің жазып шығайықшы. Тізбегіміздің түрі қандай болады? Бірінші мүшеміз 1-ге тең, бірінші мүшеміз 1, екінші мүшеміз 8-ге тең, үшінші мүшеміз 27 санына тең, ал 4-ші мүшеміз 64-ге тең. Бізге есептің шарты бойынша берілген формуладан тізбекті құрастыру болатын. Біз сіздермен қарастырдық сандар тізбегін. Келесі сабақта осы тақырып бойынша есептер шығарамыз. Бүгінше сау болыңыздар.